Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің есімім Ризабек Бексұлтанұлы. Өткен роликтардан қарасаңыздар, осы пәтерде ремонтты бастаған кезеңді көрсеткем сіздерге. Енді міне қазір аяқтадық, енді түгел сіздерге көрсетіп шықсам болады. Осында декор панельдермен қабырғаларды жаптық. Мынау бұрынғы батарейлерді қалдырдық, бірақ сырлап бояп қойдық. Так, бірінші онда кухня студиядан бастайық. Және сосын басқа бөлмелерді көрсетемін. Мына бұрынғы өзінің пластиковый есігін қалдырдық. Өйткені бұл жерде әдейі есік сатып алғанбыз негізі. Бірақ мынау кухня студиямызда терезе жоқ болғандықтан, осы бұрынғы терезесі бар есікті қалдыруға шешім қабылдадық. Бірақ та мына есіктердің сырты сияқылды обналичкасын жаптық. Әдемі болды деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар, комментарийға жазыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз өте қызық. Кіреберіске осындай шкаф қойдық. Дайын шкафты сатып ала салдық, бұны заказбен емес. Осы жерге размерлері келетін болғаннан кейін осыны таңдап алдық. Бұл шкафтың бағасы 170 мың теңге. Онша қымбат емес. Мына жерінде осындай екі полкалары бар. Ар жағы жоғарғы киім ілетін бөлмесі. Мынандай. Так, ары қарай осындай диван алдық. Бұл диван 3 положениясы бар. Осылай қазір ортаңғысында тұр. Сосын арқасы кішкене тіктеу болады. Және де түгел ашылып, үлкен жататын төсек сияқылды болады. Так, төбені бізге келіп жігіттер істеп берді заказбен. Так, бұның бағасы қанша еді? 270 мың болып шықты. Жұмыстары және мен софиттарды бөлек өзім сатып алдым. 52 мыңға. 52 тук 1,5 мың теңгеден. Сонда санай беріңіздер қанша шыққаны. Мына диванды 220 мыңға сатып алдық. Бұл менің арнам бизнес туралы, ақша туралы болғандықтан бүкіл заттардың бағаларын айтып жатырмын. Жалпы түгел ремонтқа бізде 5 миллионға жетер-жетпес ақша кетті. Мысалы, осы ақ мебельді кухнянікі және жатар бөлмелердегі шкафтарды, осындай 2 шкаф, сосын осындай 2 стол және осындай 2 ұзын столдарды 1 миллион теңгеге бір досыма заказ жасатқыздым. Өзі әкеліп осы жерде жинап берді. Мына жер менің жұмыс жасайтын бөлмем, кабинетім. Және бұл бөлме 2 функцияны жасайды. Мына жерде екінші кухняның стол тұр. Керек кезде оны шығарып, бірінші столға жалғайтын. Сол үшін мына жақтары бұрыштары алынған. Мына жақ шетінде бұрыштары 90 градустан екінші столмен байланысу үшін. Сосын осындай қызық шторлар қойдық. 3 бөлмеге шамасы 70 мыңдай теңге кетті. Екі қабатынан
көтеріледі. Мына бөлмеде осындай подсветкалар жасадық. Шкафтың төбесі жағынан да бұл жерде жағып сөндіретіні бар. Төбесі жағынан да жарық жанып тұрады. Естеріңізде болса, мына қабырға өте терең және төмен болатын. Сондықтан бұл жерге шкаф осындай терең қылып орнаттық. Көп орын бар, ішіне біраз заттар сияды. Мына орындықтарды жұмыстан, складтан алып келдік. Негізі өзіміздің сататын тауар, бірақ та әзірше қолдана тұруға алдық. Өйткені түсі бізге келеді, біздің дизайн бойынша. Мына бөлмеде осындай шкаф купе, осындай шторлармен компьютерный стол. Бұл столларды әдейі жасадық, өйткені мынау ескі советский батарейлерді жауып тұратын решетка жасатып, столмен бірге осылай эстетикалық түрде шамалы жапқанымыз. Мына бөлмеде де сондай. Сосын өте қызық жері осы болды. Мына холодильниктің тереңдігі арт жағы ұзын болды да, былай бері қарай алға шығып тұрды. Сондықтан қабырғаны ойып, холодильниктің арт жағын кері қарай кіргізіп қойдық. Сосын мынандай фартуктар сатылады екен, кафельмен емес, осындай тұтас лист болып сатылады. Осындайдың екеуін алдық бізге, өйткені ұзын болды, екі жерге керек болды. Бұлардың бағасы әрқайсысы 28 мыңнан. Бұл жер қаланың сырты болғандықтан, ауылды жер болғандықтан ба, әлде станция болғандықтан ба, бізде светтің напряжениясы осал. Сондықтан автоподжиктар істеу үшін бізге кей кезде істемей қалатын болғаннан кейін стабилизатор қоюға тура келді. Мындай зат ол 220 вольт қылып шығарады тоқты. Сондықтан қазір жақсы істеп тұр. Ары қарай қазір бұрынғы суреттерді қоямын міне. Сосын және де өзгеріп жаңадан жасалған сурет. Дәл сол жер. Осымен бейнеміз аяқталды. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар. Подписаться деген кнопканы басуға ұмытпаңыздар. Лайк басуға ұмытпаңыздар. Және комментарий жазыңыздар, достар. Сау болыңыздар.